Bir күні Мұхаммед пайғамбарға бір жігіт келеді, саллаллаху алейхи вассалам. Bir жігіт келеді, айтады, менің әкем жынды болды дейді. Өз әкесіне айтады. Неге десе, үйдегі затымның бәрін шығарып апарып сатып жібере береді дейді. Сонда пайғамбардың даналығын қараңыз. Жоқ, оңбаған екен деген жоқ. Алып кел деді, мама, папасына алып кел деді. Сөйтіп алып келді. Келген кезде сұрады, неге бұлай жасап жатсың? Балаңның бүйтіп тапқан дүниесін неге аяға істеп сатасың дегенде кез айтты. Мен бұл баламды бағып өсіріп осы халге жеткіздім деді. Иә, енді бұл бала маған қарамайды. Мен енді бұда ақым бар, ол обязан деп үйдегі заттарды шығарып, нанымды, тамағымды, денсаулығымды қарату үшін затын сатып жіберуге правам бар ма дегенде, праваң бар деді. Сонда керек десе, балаңды да сатып жібере аласың деді. Не то, что баланың өзін сатып жібере аласың деді. Сондықтан, ардақтым, сен күйеуіңнің анасын олай жамандама. Сол жаман енеден сен айтқан, жақсы сенің қойныңдағы күйеуің шыққан. Сондықтан ол өз жауабын береді. Одан сіз кем болмайсыз. Сіз жақсылық жасай беріңіз. Сол енеңнің қанша жыл өмір қалды? Айтшы, қанша жыл өмір қалды? Сол қызметін шығарып сатқаннан кедей болып қалдыңдар ма? Жоқ, Құдай нәсілін беріп жатыр ма, аямай? Беріп жатқан шығар Құдай. Сондықтан олай жасама жаным. Қайта сол күйеуіңнің анасына жақсы қара ене.